Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда біз осындай шопер сумканы тігудің жолын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге дайын материал керек. Мен 40-та 60 қылып пішіп шықтым. Сіздер өздеріңіздің өлшеген бойынша, қалауларыңыз бойынша өлшесеңіздер болады. Міне замок керек, белдік керек. Мен ол үшін бірінші белдікті тігіп шығатын боламын. Сіздерге егер видео ұнаса, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса комментария жазып кетсеңіздер болады. Бірінші 2-2 қылып белдікті тігіп шықтым. Енді дәл осы материалдың астарын пішетін боламыз. Ол үшін дайын матамызды, беткі негізгі материалымызды матаның бетіне қойып, дәл сол өлшем бойынша пішіп қырқып аламыз. Бізде қазір 60-40 сантиметрлі сумка тігіліп жатыр. Сол бойынша қырқылып міне шықты. Енді екі жағына замокты қойып, инемен қыстырып, булавкалермен қыстырып, сол бойынша арнайы лапканың көмегімен оны да тігіп шығамыз. Міне екінші бетін дәл солай инемен қыстырып тігіп жатырмын. Енді белдіктерді міне өлшеп, булавкамен қыстырып, екі жағына екі белдігін тігетін боламыз. Ара қашықтығын есептеп, сызып, дәл сол бойынша тігіп шығамыз. Қимылдап кетпеу үшін булавка қыстырып алыңыз. Мына булавка қыстырып, крестик қылып тігіп шықтым. Өйткені баудың көп салмақтың мөлшері түсетін болғандықтан бауыңыз мықты болып шығу үшін крестик қылып тіккен жақсы. Міне бауды тігіп болдық. Енді астарлық матамызды үстіне қойып, екі жанын тігеміз. Екі жанын тігіп алдым. Енді екі сумканың екі шетін тігуді бастаймыз. Замоктың үстіне өтіп бара жатырмыз. Екінші жағын дәл солай тігіп шығамыз. Енді бұрыштарын шығарып, 5 сантиметрге тігіп шықтым. Екінші бұрышында дәл солай. Сол кезде ол сумканың бұрышы әдемі болып, төртбұрышты болып шығатын болады. Енді астарлығын дәл солай қайталаймыз. Сумканың ішіне кіру үшін жан тігісінен, астарлық жан тігісінен кіреміз. Көріңіз, бұрыштарын шығарамыз. Енді кірген жан тігісінің кірген жерімізді бір тігіп жібереміз. Міне сумка дайын. Сізде осылай сумка тігіп алсаңыз болады. Сіздермен болған меруерт. Қош сау болыңыздар.